Құрметті менің тыңдармандарым, бүгінгі тақырыпта ұлттық ойындар туралы оқып беремін. Каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Таныстарыңызға жібере отырыңыздар менің каналымды. Еңбекпен жарысу, ептілік, есімде тобық ойыны, етек-етек, жануарлар қалай үндейді деген ұлттық ойындар туралы оқып беремін. Еңбектеп жарысу. Ұлттық ойын жылдың жылы мезгілдерінде ауыл балалары көбінде көк майса, көк алды жерде жалаңаяқ белгілі ат шығар жерге барып, төрт аяқтап, еңбектеп, атша, жүйріктерше жарысып, көмбеге жетіп ойнайды. Бұл ойын жылқы түлігіне және жүйріктер жарысынан негіз алады. Балаларды батылдыққа тәрбиелеп шынықтырады. Озып келген балаларды жүйріктеп, марапаттап, мақтайды. Ептілік. Ептілік ойыны көпшілік алдында көрсетіледі. Бұл ойынның түрі көп. Ептілікке баулайтын ойын. Ойын шарты бойынша алманы қыздың мойнына қысып қойдырып, жігіттің екі қолынан артына ұстатып, алманы тістетіп алдыртады. Кейде құмырадағы суды тостағанға тісімен құйдыртатында жайттар жасалады. Жіпке ілінген ірімшік құрттарды қолдарын артына ұстатылған жігіт қыздарға тістететінде ептілік ойын түрі бар. Бұл ойын көпшілікті күлкіге кенелтіп жатады. Есімде тобық ойыны. Қазақ халқының дәстүрлік салттық ойыны. Есімде ойынын кей жерлерде тобық ойыны деп те атайды. Екеуі де бір негіздегі ойын. Ойынның шарты жақсылық мүжілген қойдың тобығына біреу өзі ғана білетін жасырын белгісін салады да, келесі тобық ойнаушыға береді. Бірінші ойыншы есімде деп әңгіме бастайды. Тобық алған ойыншы тобығын есімде деп көрсетеді. Ол тобық белгі салынған ауыспаған өз тобығы болуға тиіс. Басқа тобық болса, тобық тығушы ұтылады. Ұмытшақ аңғалдар дереу ұтылады. Сақ адамдар айлап, жылдап тобықты жоғалттай сақтап, кезі келген кезде көрсете алады. Бұл ойын серттескен екі ғашықтардың арасында да ойналады. Сертке беріктігі сынайы. Қыз тобықты тығыз сақтайды. Керісінше, жігітте тобық тығып сақтайтын салт бар. Бұл ойынның жас талғамайтын адамдарды сақтық, қырағылыққа, сертке берік болуға тәрбиелесе, ұмытшақ, жаңғалақ сияқты жаман әдеттен сақтайды. Етек. Қазақтың ұлттық ойыны да көк-көк, шешеке ойындары тектес. Ойынның бірі жалмауыз кемпір немесе қасқыр болады. Басқа ойыншылар арқаларынан құшақтаса немесе артқа етек киімдерінен ұстасып тізіліп тұрысады. Тізбектің басындағы ойыншыны түйе деп атаса, соңында тұрғандары ботақандар деп атайды. Қасқыр түйеге қарай қарсы тұрып, ботақандарды ұстап жеуге әрекеттенеді. Түйе әрі-бері алдап айнала жүгіреді. Ботақандар қашады. Ойын ережесі бойынша бойы ең кішкентай
ең соңында тұрған тиіс. Соны ұстау шарт. Осылай барлық боталарды ұстап біткенше ойын жалғаса береді. Жануарлар қалай үндейді? Қазақтың дәстүрлі тапқырлық ойын түрі. Ойынға тапқырлыққа екі бала қатысады. Олардың біреуі екіншісіне сен тышқанның қалай дыбыс шығаратынын білесің бе? Дейді. Ол шиқ-шиқ, шип-шип. Біріншісі жарайды. Жігіт екенсің, ал енді иттің қалай үндейтінін айтып көрші, дейді. Ол әу-әу үреді, ырылдайды, арсылдайды. Бірінші бала солай екен. Енді сиыр мен қой үнін білесің бе? Ол қой, сиыр шиқ-шиқ етеді. Бірінші бала күліп, олай емес. Осылай ойын жүргізіліп, кім көп жануарлар үнін білсе, соған даусын келтіре алса ұтады. Білмегендер ұтылады. Қазақтың бұл дәстүрлі ойында төмендегідей жайттарды дұрыс деп көреді. Онда жылқы кісінейді, шұрқырайды, азынайды. Сиыр мөңірейді, өкіреді. Қой, ешкі маңырайды, шулайды. Түйе боздайды, сарнайды, азынайды. Шошқа қорсылдайды, шыңғырады. Мысық мияулайды, бырылдайды, пысқырады. Қас қаңқылдайды, шаңқылдайды. Аққу сыңқылдайды, қиқулайды. Бүркіт саңқылдайды, шыңқылдайды, быштақтайды. Бұлбұл сайрайды, безгелдек безектейді. Сауысқан шықылдайды, бөдене бұтпылдықтайды. Аю ақырады, өкіреді. Қасқыр ұлыйды, шулайды. Түлкі ырсылдайды, шіңкілдейді. Күзен шыңқылдайды. Борсық пырсылдайды. Күндіз сыңсиды деген сияқты. Бұл ойынның танымдық тәрбиелік мәні мол. Көшпелі тіршіліктен бастау алған он.